Сіз білесіз бе, адамның ішегінде 5 килограммға дейін нәжіс массасы жиналуы мүмкін. Бұл жай ғана артық салмақ емес. Бұл іштің кебуі, үнемі шаршау, ас қорытудағы мәселелер, өміріңізді улайтын жайсыздықтар. Бұл бейнеде сіз осы тоқтап қалған массалардан бар болғаны 1 сағат ішінде қалай құтылуға болатынын білесіз. Әрі ол үшін тек табиғи, қауіпсіз және тиімді әдістер қолданылады. Сіз бұрын соңды болмаған жеңілдікті сезінесіз. Неліктен ішекті тазалау маңызды? Нәжістің жиналуы жай ғана қолайсыздық емес, бұл сіздің денсаулығыңызға тікелей қауіп. Олар ағзаны уыттармен улайды. Ал ол уыттар біртіндеп қанға өтіп, бас ауруын, әлсіздікті және күштің таусылуын тудырады. Зат алмасу да бұзылады. Денеңіз қоректік заттарды тиімді сіңіре алмайды және майларды жаға алмайды. Соның салдарынан іш кебеді, ауырлық пайда болады және иммунитет әлсірейді. Созылмалы іш қату бұл тек жағымсыз ғана емес. Сонымен қатар геморройға, улануға және басқа да ауыр ауруларға әкелуі мүмкін. Дәл осы себепті ішекті үнемі тазалау өте маңызды. Сіздің ағзаңыз әрдайым көмекке белгі береді. Оған құлақ асыңыз. Ішектің бітелуінің негізгі белгілері мыналар. Тамақтан кейін бірнеше сағат өтсе де басылмайтын үнемі іштің кебуі. Ішті босатудағы қиындықтар, тұрақсыз нәжіс және толық тазаланбағандай сезім. Тістеріңізді тазалағаннан кейін де кетпейтін жағымсыз иіс. Ішкі уланудың нақты белгісі. Тәттіге немесе зиянды тағамдарға тоқтаусыз құмарлық. Бөртпелер, терінің солғын түсуі және басқа да тері мәселелері. Толыққанды демалғаннан кейін де кетпейтін шаршау мен селқостық. Кішкене ескерту. Біздің көрермендердің 70% арнаға жазылмай көреді. Біз сіздің денсаулығыңыз үшін пайдалы контент жасаймыз және жаңа бейнелерді жіберіп алмауыңызды қалаймыз. Бізді қолдау үшін жазылыңыз және ең маңызды кеңестерді бірінші болып алыңыз. 15 дәлелденген әдіс. Әдіс 1. Кастр майы және жылы су. Бұл классикалық тәсіл. Таңертең аш қарынға 1-2 ас қасық кастр майын жылы су стаканымен ішіңіз. Жарты сағат немесе 1 сағат ішінде қарқынды, бірақ қауіпсіз тазалау басталады. Әдіс 2. Лимон және тұз қосылған су. 1 литр жылы суға 1 лимон шырынын және 1 шай қасық теңіз тұзын қосыңыз. Таңертең ішіп алыңыз. Бұл бүкіл ішекті жуғандай әсер етеді. Осыдан кейін 2 сағат бойы тамақ ішпеңіз. Әдіс 3. Қара өрік пен қызылшадан қайнатпа. Жұмсақ әдіс. 100 грамм қара өрік пен 1 үкіштен өткізілген қызылшаны 1 литр суға қосып 15 минут қайнатыңыз. Салқындағаннан кейін сүзгіден өткізіп, кешке 1 стакан ішіңіз. Таңертең нәзік әсерін сезесіз. Әдіс 4. Түймедақ және ас содасы қосылған клизма. Жедел әрі тез нәтиже үшін қолданылады. Жылы түймедақ тұнбасына 1 шай қасық сода қосып, абайлап пайдаланыңыз. Бұл ішек бітелуін кетіріп, газды азайтады. Әдіс 15. Пробиотиктер. Микрофлораны қалпына келтіру үшін айран немесе табиғи йогурт ішіңіз. Бұл пайдалы бактериялар ішектің жұмысын жақсартады. Тазалаудан кейін не жеу керек? Алғашқы күндері жеңіл тамақ жеңіз. Суға пісірілген қара құмық пен солы ботқасы, көкөніс пюресі, қайнатылған көкөністер, зығыр тұқымының кеселі немесе жидек кеселі, қантсыз табиғи йогурт. Витамин үшін жасыл алма мен банан қосуға болады. 1-2 күн майлы, ұнды тағамды, кофені және алкогольді толық алып тастаңыз. Қайталанбас үшін не істеу керек? Күніне 1,5-2 литр су ішіңіз. Көп талшық жеміз, көкөніс, жеміс, кебек. Күніне кем дегенде жарты сағат қимылдаңыз. Кешке көп тамақ жемеңіз. Пробиотиктерді тұрақты түрде қолданыңыз. Айран, йогурт, қымыз, ашытылған қырыққабат. Ішекті тазалау бұл жай ғана процедура емес. Жемілдікке, жалпақ ішке,
жарқын теріге және жақсы көңіл күйге апаратын алғашқы қадам. Бар болғаны 1 сағат еңбектенсеңіз, өміріңізді өзгертетін нәтижені сезінесіз. Бейне ұнады ма? Лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздің ішегіңіз алғысын айтады.